Көресіздер ме балалар? Отырыңыздар. Алдыңыздағы бағалау парағы арқылы топқа бөліп жіберейік. Бағалау парағының арқылы бірлік, сенім, жеңіс үш топқа бөлініп жіберейік. Бұл бойынша қандай сөздерді оқып жүріңдер? Өзіне сен өзіне деген үміт ешқашан күшпесін. Жақсы екен ғой. Үлкен сәттерде өзіне сенім арту нағыз күштің белгісі. Жақсы. Айша? Сен жалғыз емессің, әрқашан сені не істеп жатқанды бағалайтындар бар. Барлығымыз бірге психологиялық ахуалды оқып шықпалы. Бәріміз бірlikte болып, болашаққа сенім артып, бірге жеңіске жетейік. Жақсы, бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін сендерге. Бірлігіміз жарасқан, сенімді нақты жауап беріп жеңіске жетейік. Келесі балалар терлеп еңбек етерсің, дегенге жетерсің деп Бауыржан Момышұлы атамыздың сөзімен сабағымызды бастағым келеді. Өз жолын сөзіп жатты. Сендердің алдыңдарында бағалау парақтары тұр. Сол бағалау парақтарына жұлдыздарды жауап бергендеріңіз бойынша жинап отырсыздар. Келесі әдісіміз тақтаны тазарту әдісі деп аталады. Үй тапсырмасының сұрақтарына жауап беру арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын айқындайтын боламыз. Бірінші сұрағымыз директор тобы дегеніміз не? Мен сиқырлы таяқша арқылы сендерден сұрайтын боламын. Маған ақпайдан түсіп отыр. Айта ғой. Зарядталған бөлшектердің бетіне қозғалысы. Өте жақсы. Келесі сұрағымыз біздің дастан электр өрісінің кернеулері дегеніміз не? Күш сызықтарының зарядқа қатынасы. Келесі сұрағымыз бізде алмас 1 микроампер, миллиампер, килоампер, мегаампер халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырады. Bir mikroamper bir kulitregen 10-16 derecesi, 1 milliamper 1 kulitregen 10-3, 1 kiloamper 10-+3 derecesi, 1 megaamper 10-6 derecesi. Өте жақсы, жарайсың. Тексеріп қояды балалар, дұрыс жауабы -6, -3, +3 дәрежесі. Өте жақсы, жарайсыңдар. Үй тапсырмасы арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын айқындап алдық. Электр тобы көздеріне есептер шығару, қайталау сабағы екен. Жақсы. Бүгінгі сабақтың мақсаты қандай екен және Бүгінгі сабақтың мақсаты электр тобы ұғымы және электр тобының пайда болу шарттарын сипаттап, формулаларды түрлендіріп есептер шығару. Балалар, келесі топтық жұмыс сендерге 2 минут уақыт беріледі. Алдыларына посттер беріледі. Тақтадағы формулаларды түрлендіріп жазып жібереміз және нақты қандай формула екеніне тоқталып кетесіңдер. Аяқталды. Әр топтан 2 оқушыдан шығып қорғап жібереді. Бірінші топ шықсын. Қалғанымыз бірінші топта, екінші топ бағалап отырамыз. Тексеріп тыңдаймыз. Бұл бізде тоқшы формулалары. Бұл бізде кернеудің және де электр формулалары. Түрлендірген формула. Негізгі формулаларын өзі болмауы. Айтен Q бөлген Утен А бөлген Q және де электрондықтан С тең Q бөлген. Негізгілерін алдына жазып қойып. Жақсы. Бағалап жібереміз. Екінші топ. Дұрыс па формуланы жазғаны, түрлендіргені? Барлығы дұрыс. Жақсы. Отырыңдар. Келесі екінші топ. Бізде бірлік тобы. Жарайсыңдар. Балалар өздеріне жұлдызша жабыстырып отырамыз. Бір жұлдызшадан жабыстырып отырамыз. Біз осы формулаларды еңбек жазып, ол біздің ең бірінші топ күші
Biz 7-ci kelmiyor, 9-cu elektr sıyımlığı. Biz kelmiyor tapan кезде A'ны U'ға бөлдік, U'ды тапқан кезде A'ны U'ға бөлдік, A тапқан кезде U'ды U'ға бөлдік. Бұлаймен жазылып Иә. Өте жақсы. Үшінші топ бағалап жібереміз. Екінші топта сенің тобы дұрыс жазды ма, формуланы? Ұсыныстарың бар ма? Жақсы, рахмет. Келесі жеміс тобы. Birinchi formulamız top kuşunun formuası, yani bolun formuası, al naikyo, onun türevde enteri. İkincisi bu bize kelmiyor, yani onun formuası A bölgen Q, iki formula onun türevdirgen formulaları. Üçüncüsü bize elektr sıyımlık formuası, onun formuası Q bölgen U, A naikyo, onun türevdirgen formuası. Негізгі формуласы қайсы электр сыйымдылығының? Оны бірінші жазу керек боламыз, иә? Жақсы, бірінші топ бағалап жіберіңдер. Мен осы үшінші топқа 2-1 бағасын беремін. Себебі оларда барлық формулаларда дұрыс болса да, парақтарында қателіктер жасалғаны көрініп тұр. Жақсы. Бағалау парақтарының жұлдызшаларыңды қоя беріңдер. Бір жұлдызша қоясыңдар, иә? Келесі балалар жеке жұмыс орындайсыздар. Бұл жерде ой толғаныс әдісі арқылы деңгейлік тапсырмалар беріледі. Сіздерге 4 минут уақыт беріледі. Дескриптивті, яғни әр есеп бойынша есептің шартын жазуларыңыз керек дұрыстап. Халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырамыз, формуланы көрсетеміз, мәнін дұрыс есептейміз. Әр тапсырмаға 2 балдар берілетін болады. Жақсы, дәптерге орындай береміз. Жеке жұмысты тақтаға да орындай береміз. Ал цифрлы таяқшам арқылы тақтаға кім шығатынын айтайық. Алмас келе ғой бірінші есепке. Қалғанымыз орнымызда орындай береміз. Жақсы, өте жақсы алады. Бағалау парағыңызға қойып отырсаңыз болады. Ал Алмастың есебін тексеріп жіберейік балалар тақтадан. Нені тауып тұр екенсіз? Ток күші. Ток күштің формуласы дұрыс па? Дескриптормен тексеріп жіберейік. Есептің шартын дұрыс жазды ма? Иә. Халықаралық бірліктер жүйесіне аяғына дұрыс айналдырды ма? Халықаралық бірліктер жүйесі жоқ екен. Формуланы дұрыс көрсетті ма? Жақсы. Мәнін дұрыс есептеді ма, Ибрагим? Жақсы. Балалар, енді бұл бірінші деңгейдегі есеп 80 ампер шығып тұр. Сандар және тарих дейміз. Осы жаңағы әр есептің жауабын тарихпен байланыстыратын боламыз сендермен. Келесі екінші есеп. Бірінші жауабын қараңыздар. Бірінші есептің 80 ампер, иә? Оқиғалардың бірі. Бұл ерлікпен тағылған толы тарихи белес. Жаңағы жауабымызды осы тарихпен байланыстырып жүрміз. Жақсы. Келесі екінші деңгейдің есебі тақтаға жайя келе ғой. Шартын оқып жібере ғой есептің. Қандай формула қолданып жатсың? Айтып жібере ғой. Потенциалы 100 вольт нүктеден потенциалы 40 вольт нүктеге дейін 20 нанокило заряд формасы тұрғанда электр өрісі қандай жұмыс жасайды? Жауабы қанша шығады екен? 2 микроджоуль екен. Жауаппен тексереміз, иә? Жақсы, біраз оқып жолда шықты. Ал енді бұны да тарихпен байланыстырайық. 1,2 деген жауабымызды біздің ата-бабаларымыз майданда соғысып, тылда еңбек етіп, жеңіс үшін бар күшін салды. 1,2 миллионнан астам қазақстандық майданға аттанды. Олардың жартысына жуығы оралмады. Тарихпен жаңағы жауабымызды байланыстырып кеттік. Балалар, әр есепті 2 жұлдызшадан өтеміз. Егер 3 есепті
дұрыс шығарсаңдар 6 жұлдызшаны бағалау парағына қойып отырамыз. Дұрыс. Өздеріңіз жұлдызшаларды қоя беріңдер. Шасын оқып жіберді. Электр қозғалысы күш елу вольт деңгейде 2 килозаряд өткенде дененің жұмысына анықталды. Электр қозғаушы күш 50 вольт денеге 2 кулон заряд өткенде дененің жұмысына анықталды. Электр бойынша өзің бағалап кете ғой. Мен болса бұл жерде екінің және де зарядтың берілген мәндерін жаздым және содан жұмыстың формуласын шығарып жұмысын жауап таптым. 7 вольт. Электр қозғаушы күші формуласынан жұмысты түрлендіріп алдың, иә? Балалар, бұл соңғы есептің де жауабын тарифпен байланыстырамыз. 100 мыңнан астам қазақстандық соғыстағы ерлігі үшін түрлі деңгейдегі орден медальдармен марапатталды. Бізде есептің жауабы қанша шықты? 100 жыл. Жақсы, жарайсыңдар. Ануарда, Айзереде өте жақсы, Айаруда шықты. Иә, өздеріне 2 жұлдызшадан қойып отырыңдар. 6 жұлдызша аласыңдар, иә, сонда бұл есептерді. Өйткені үшеуі де деңгейлік тапсырмалар екен. Жарайсыңдар. Мәтін беріп тұр, бұған 2 минут беремін. Мәтінді оқып, әрбір қайындауға я жоқ жауаптарының таңдап жазамыз. Бұл жерде 2 балл өзімізге дұрыс жауап берсек, бағалау парағына қоятын боламыз. Мектептегі үздік оқитын оқушылардың бірі әрқашан тәжірибе арналарға қатысып ғылыми жоба қорғап, табиғаттағы кез келген сұраққа жауап іздеп жүретін ізденімпаз тұлға. Әр күнінде табиғат құбылыстарын зерттеп, жан-жануарларды бақылап, өзін жас қылым сезінеді. Бүгін жейдесін жинап жатқанда шытырлаған дыбысты естіп жарқыл пайда болғанын байқады. Айдар басқа киімдерді бір-біріне үйкеп көріп еді, жарқыл көрінбеді. Ол қаламсапты алақанына үйкелеп те көрді. Жас ғалым өзін жаңа жаңалықтың күтіп тұрғанын сезді. Жақсы. Бірінші сұрақты оқып жібере ғой, Алихан, отыра ғой. Мәтін бәрімізге таныс, оқыдық, иә, мәтінді балалар. Ал сұрақты оқып жібере ғой. Шытырлаған дыбысты естіп, жарқыл пайда болғанын байқады. Жауабы қандай болады екен? Айзере? Жауабы иә болады. Дұрыс па, бағымыз белгіледік па? Табиғат құбылыстарын зерттеп, жан-жануарларды бақылап, өзін жас ғалым сезінеді. Иә. Жақсы. Балалар бүгінгі сабақта топтық жұмыс, жеке жұмыс, функционал сауаттылық тапсырмасын орындау барысында өздеріне жұлдызша жинап отырған боласыңдар. Енді барлықтары бағалау парақтарында жоғары көтеріңдер. 10 жұлдыз алған бала. Жақсы, дарын, 8 жұлдыз, иә? Жақсы, жарайсың. Балалар рефлексия таушыны деп аталады. Қанеке балалар келіп, кері байланысып жүріп жіберейік. Жақсы балалар, бүгін өте жақсы түсіндім деп барлықтарын туларыңды тігіп қойыпсыңдар. Ал бүгінгі біздің сабағымызда мақсатқа жеттік пе? Сонымен қатар біз осы есеп шығару арқылы өзіміздің тарихымызды біле алдық. Сонымен қатар тек қана есептер ғана емес, арифметик жұмыс істей алдық. Ал Ерасыл, бүгінгі сабақ бойынша не түсіндің? Бүгінгі сабақта Мақсатқа жеттік па? Өз ойыңды айтып жібер қысқаша. Бүгінгі сабақта біз мақсатқа жеттік. Мен түсінгенім тоқ күшін формуласын, тоқ күшке есептер шығардық және де қалай жұмыс істейтінін түсіндім. Жақсы. Жақсы, үйге тапсырма жазып аламыз балалар. 15-ші жаттығудың 2 есебін шығарып келесіңдер. Бүгінгі сабаққа қатысқандарға рахмет. Барлықтарың белсенді қатыстыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.